О, бәрін бітірдім. Документтермен нормально мен енді жұмыс жасай алады екен. Менде ё-моё, бос кәдімгідей жақсы қылып маған тапсырма берген болатын, соны мощный қылып орындап тастадым. Енді бұл жақта бір Косойдың көлігі бұзылып қалды дейді. Яғни Косой аварияға ұшырап қалған ба, сондай бір бәле дейді. Короче, барып, бір осы жолдама бір жерде машинасы тұр дейді. Осы главный трассада сол жақтан барып, машинаны алып кету керек екен. Ал біздің тапсырмамыз енді қазір енді мен документтер тапсырып күшті істеп болдым. Ал енді бізге нормально сол машинаны тауып, жөндеп, және одан кейін оны Косойдың жағына апарып тастау керек. Косой енді қазір в тяжелом состоянии. Ол деген қазір неде ауыр халде неде тұр? Неде жатыр? Больницада жатыр екен. Так что біз енді керемет болып, оның машинасын барып жөндеп тастауымыз керек. Так енді ол қандай машинасы бар? Джиппен аварияға ұшыраған бекен, әлде алдында бір жаңадан Мерседес алдым деп жатыр еді, сол Мерседестің не істеген бекен? Ё-моё, мынау деген бір өте бір түрлі енді ыңғайсыз болды. Енді оны мен эвакуаторларға айтайын десем, өйткені эвакуаторларға айтсам, одан кейін олар менттер шақырып, одан кейін ол жерде хайбай болып кете ма деп ойлап тұрмын енді. По идее солай ойлап тұрмын. Енді главный трасса или ана жақта ма, мына жақта ма, білмеймін, бір өте бір қай жақта екен ол өзі. Былайнан алды қарай жүре берсем табатын шығармын, либо ана жақтағы прямой жүрсем табам бекен, или басқалы жүрсем табам бекен, әйтеуір білмеймін ғой. Так, нормально. Так, мына машина ғой. Оппана. Походу осы машина. Так. Так, өтіп кетіңдер. Оу. Давай. Так, онда мен машинамды. Блин, на жерге мен машинамды қойсам, манаң машинасы бұғат шығып кетті ғой. Түтін шығып отыр ғой үстінен. Так, жаймен ғана машинамды бүйтіп қойып кетейін на жерге. Так, машинамды на жерге қойып кетейін. Так, мына бетпен шығайын, нормально қылып. Ал, блин, что-то мынау машина мені что-то ұнап тұрған жоқ мына машина. Конкретно ұнап тұрған жоқ. Мынау жаман соғысыпты ғой. Кстати, ол больницаға өзі кетіп қалған деймін, кәдімгідей на жерін такси жалдап, бір басынан ауырған ба, бір нәрсе болып қалған екен. Қазір мен бұның капотын ашып жіберейін. Аштым. Ал енді бұл енді нормально істеу керек болды ғой, Так, мынаны енді бір қарап жіберейін. Енді мына жақ деген, мынау деген V12 турбо деген емес па, бой. Так, мен енді бұлайынан бір қарап жіберейік. Так, болды ғой деймін, походу. Так, енді біз енді оталдырып көрейік машинаны. Оталды ғой машинасы. Базар жоқ. Ал енді мына капотты жабайық. Так, жаптық. Так, бісміллә, жаймен. Қазір бұна машинамен тағы да жүріп, мен есеп кетпейін. Так, мынау BMW-ды әзірге қалдырып кете салайын. Мына жердегі жақын тұрған не бар ма екен бізде? Тюнинг бар ма екен? Нам барып жөндетіп, Косойдың үй жағына барып қалдырып кету керек енді бізге. Косой деген не дегенмен? Так, лучше осы біздің центр жақтағы нормально бір тюнингқа апарайын. Бұны мен осылайнан кіріп, одан барып нормально шығару керек. Мұна дауысын өзгерту керек, несін өзгерту керек, цветін өзгерту керек. Көп мынаның жөндететін нәрселер өте көп екен. Не көшеде адам қалмаған ба? Ема. Мынау енді ауыр кетті. Бой, мынау енді ауыр кетті. Бізге нормально. Так, біздің ана бір машина көрдім, 2 машина, 3 машина көрдім. Так, біздің тюнингіміз қақта? Міне келіп жеттік тюнингқа. Так, енді біз енді мына тюнингқа, мына машина деген енді өте ауыр болып тұр енді. Ашты. Ал енді біз кіре берейік. Передай привет, кто там хотел, что там, как там, У меня все нормально, у меня все нихуя, Передай привет, кто там хотел, что там, как там, У меня все нормально, у меня все нихуя, Передай привет всем тем, кто хотел, передай привет, сука хочет мем, охуеть, сука хочет мем, охуеть. Где мой драг-дилер, Времени не применить, спроси-ка, что, где и как, ты же знаешь, пидор. Закинь на Каспий мой рахмет, спасибо. Эй, ашхай потир, мен қас келем.
киндал, кто там хотел, что там, как там, У меня все нормально, у меня все нихуя, Передай привет, киндал, кто там хотел, что там, как там, У меня все нормально, у меня все нихуя, Передай привет всем тем, кто хотел, передай привет, сука хочет мем, охуеть, сука хочет мем, охуеть. Передай далее, кто там, как нам, у меня трогать, все по фактам, нам нужно выглядеть, шикарно, там, нам нужно без обличия, как манат, поехали, мен, на минут, албата, и сила, там, теперь, у меня все нихуевое, у меня все нихуевое, наше пальто нихуевое, состояние пошлёвое, скоро выход альбома, мне кричат, они бумает, новая амплитуда есть, на которой не карикатура, бей, тебе заебала эта дура, жить, а у меня все нихуевое. Передай привет, киндал, кто там хотел, что там, как там, У меня все нормально, у меня все нихуя, Передай привет, киндал, кто там хотел, что там, как там, У меня все нормально, у меня все нихуя, Передай привет всем тем, кто хотел, передай привет, сука хочет мем, Так, о, машинамды шығардым. Дала керемет өкеті, ема, мына дала деген түнеріп, кәдімгідей быт шығып жатыр. Негізі бағанағы машинамды менің бір 4-5 сағатта осындай керемет қып жасап тастады, достар. Қараңдар сендер бұған не істеген. Так, бүйтіп енді шыға тұрамыз, светі жанып тұра ма екен. Так, енді мұнан қараңдар, достар, неше түрлі нәрселер істеді. Мына жерде керемет титанклер салды. Артындағы бамперін өзгертті, номерін қараңдар, достар. 1 деген номерға қойдым, өте қымбат номер. Және де цветін ауыстырдым, цветін серебристый, яғни жалтырап тұратынға ауыстырдым. Яғни мынандай ксенон фарлар орнаттым, және де осындай керемет тонер, яғни айналарын қап-қара қалдым, және де ішінде, достар, өте керемет қып істеп қойдым, достар. Ішін қараңдар, ема, так, бүйтіп, шамалы бүйтіп кіріп кетейік ішіне. Достар, іші де бір өте керемет болып тұр. Мынаны қарасаңдаршы, о-май, мощный, достар, дауысын қараңдар. Кстати, дауыс өзгерттім, достар, мынаны қараңдар. Мынаны қараңдар, достар. Көріндер ма, достар? Дауысын деген керемет қылдым. Так, енді мен бұны Косойдың үйіне апарып тастау керек. Косойды енді мен не істемей қойын, илеше Косойдың үйіне емес, біз бұны мына жерге жаймен бүйтіп қойып қоя салайық, Ну, нормально. Так, мына жерден ол больница ғой да, мынау больницадан шығады. Косой және де өзінің керемет машинасына отырып, өзінің, яғни үйіне қарай бала шағасына, әйеліне, балдарына баратын болады. Мынау нормально енді машина. Күшті деп ойлаймын. Өте керемет, достар. Ұнаса, достар, кім Мерседестің фанаты, сразу комментарияға жазыңдар. Керемет комментария, лайк және каналға міндетті түрде тіркеліп кетіңдер, достар. Бүгін біз осындай керемет видеомыз аяқталды. Бүгінгі видео осындай Мерседеске керемет тюнинг жасалды. Достар, енді біз келесі видеода жүздескенше, достар, аман сау болыңдар. Келесі жүздескенше.